Неге далбайоптар көбейіп кетті? Байқадың ба? Кейде өмірде логикасы жоқ, миы демалысқа кеткен адамдар толып жүргендей көрінеді. Бұл жай сезім емес, бұның ғылыми себебі бар. Бірінші себеп Даннинг-Крюгер эффектісі. Білімі аз адам өзін гений сезінеді, өйткені ол өзінің ақымақ екенін түсінетін деңгейге әлі жетпеген. Нағыз қауіпті топ дәл солар. Екінші себеп ақпараттық қоқыс. Интернет, тикток, жалған жаңалықтар ми тұрақты түрде ласпен толады. Ақпаратты фильтрлемейтін адам автоматты түрде ақылды түрдегі ақмаққа айналады. Үшінші себеп орта деңгейі. Айналаңда ойланбайтын адамдар тұрса, сенде дәл солай боласың. Егер үйдің, достардың, жұмыстың вибрациясы нөл болса, сенде нөлге түсесің. Орта адамды далбайып қылып тастайды. Төртінші себеп эмоциялық интеллект нөл. Ашу келгенде логика өледі, қорқыныш келгенде ми өшеді. Эмоциямен жүретін адам ақылсыз адамнан да қауіптірек. Бесінші және ең сорақысы, ми энергияны үнемдегісі келеді. Сондықтан ол ойланба, шаршайсың, қайтесің, осылай жүре бер деп тұрады. Және көп адам сол ұсынысты қуана қабылдайды. Сондықтан далбайоптар көп емес, ойлануға ерінетіндер көп. Өмірде бір ретте сұрақ қоймағандар көп. Ал сен ойлануды бастасаң, автомат түрде топтан бөлініп кетесің. Өйткені ойлану сирек кездесетін қабілет болып қалды. Мен есім АВ Адикус, менімен бірге санаңды жаңарт, және де парақшаға тіркел, егер далбайоп болмасаң.